Сәлем қыздар, бүгін сіздерге сникерс пирожныйның жасалу жолын көрсетемін. Осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ол үшін ең алдымен карамель дайындап қоюымыз керек, және де оны кішкене суытып алуымыз керек. Карамельдің жасалу жолының ссылкасын астына қалдырамын. Әрі қарай бисквитімізді дайындаймыз. Жұмыртқаға қантты салып, жоғарғы жылдамдықта тура 5 минут миксерлейсіздер, аппақ болып көтерілгенше. Одан кейін жылдамдықты төмендетіп, үстінен сұйық майымызды, сүтімізді құйып миксерлейміз. Одан кейін үстінен ұнымызды, разрыхительді какаоны араластырып, қасықпен сала отырып, тағы да миксерлейміз бір келкі болғанша. Формамызды майлап, ішіне тестамызды құйып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20 минут пісіріп аламыз. Егер де формаларыңыз жеңіл болса, міндетті түрде астын фольгамен ораңыздар. Бисквитіміз дайын болғаннан кейін бұны суытамыз. Әрі қарай желатинді дайындаймыз. Желатинге су құйып, жақсылап араластырып, 30 минутқа қойып қоясыздар. Сол кезде осылай ісініп тұрады. Одан кейін оны газде немесе микроволновкада ерітіп алып, карамельдің үстінен құясыздар. Карамельге арахис салсаңыздар да болады. Жақсылап осыны араластырып аласыздар бір келкі болғанша. Дайын болған карамелімізді суыған бисквиттің үстінен құйып, морозильникке салып қоямыз. Ары қарай мусс жасаймыз. Мусс жасау үшін де ең алдымен желатинімізді жасап қоюымыз керек. Осылай ісінгеннен кейін барып қана мусс жасауға кірісеміз. Бір ыдысымызға жұмыртқа, қант, сүт құйып, жақсылап араластырып, одан кейін отқа қоямыз. Отқа қойғаннан кейін осылай тоқтатпастан араластырып тұрасыздар. Қайнатпайсыздар. Қайнайын деген кезде ғана өшіріп, оттан аласыздар. Одан кейін барып, үстінен желатинді салып, жақсылап араластырасыздар. Пока ыстық кезінде желатинді да, шоколадты да салып алуларыңыз керек. Сол кезде желатиніміз де, шоколадымыз да сол массада ериді. Осыны жақсылап араластырып болғаннан кейін әрі қарай сливкиімізді дайындаймыз. Сливкиді 1 минут қана мен миксерлеп алдым. Кішкене ғана қоюланғанға шейін. Қатты қоюландырып жіберуге де болмайды. Қатты қоюландырып жіберсеңіздер, уже дәмі өзгеше болып қалады. Сондықтан осындай ғана қою болғанша миксерлейсіздер. Одан кейін осы шоколадный массамызды үстінен құйып, бір келкі болғанша араластырасыздар. Енді осы дайын болған муссымызды арахистің үстінен құйып, морозильникке 6 сағатқа салып қоямыз. Кемі 6 сағат тұру керек. Немесе бір түнге қалдырып қойсаңыздар да болады. Одан кейін барып шоколадымызды ерітеміз. Шоколадтың үстіне сұйық майымызды құйып, ыстық буда осылай ерітіп аласыздар. Пирожныйымызды формадан шығарып алғаннан кейін барып, 20 сантиметрлік жерін 10 сантиметрден 2-ге бөлесіздер, 30 сантиметрлік жерін 5 сантиметрден бөліп шығасыздар. Одан кейін барып жылы пышақпен жақсылап кесіп шығасыздар.